Құрметті оқырмандар, ақын Ғафу Қайырбековтің туылғанына 95 жыл толуына орай «Елің барда таусылмайды ән-жырың» атты видео ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз. Ғафу Қайырбеков 1928 жылы 15 тамызда Қостанай облысы Торғай қаласында дүниеге келген. 1952 жылы Абай атындағы Қазақ педагогика институтын бітірген. Қазақ мемлекеттік баспасында поэзия редакциясын басқарды. Қазақ әдебиеті газеті бас редакторының орынбасары. Жазушы баспасында поэзия редакциясының меңгерушісі болды. 1968-73 жылдары Қазақстан Жазушылар одағына поэзия секциясында жетекшілік етті. 1973-89 жылдары Жұлдыз журналы бас редакторының орынбасары қызметін атқарды. Өмірінің соңына дейін Қазақстан Жазушылар одағының ақындар қауымдастығының президенті болды. Ғафу Қайырбековтың өмірбаяны Қазақстан ұлттық энциклопедиясында жазылған. 1954 жылы оның «Құрдастар» атты тырнақ алды жинағы Алматы қаласы Раритет баспасында жарық көрді. Содан бері 40-тан астам кітабы шықты. Көрнекті ақын, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Ғафу Қайырбековтың 7 томына «Туған топырақ», «Күн теңескен» және «Шұбалаң» атты кітаптарындағы таңдаулы өлеңдері, балладалары, поэмалары енгізілді. Кітап көпшілік оқырманға арналған. «Дала қоңырауы» атты кітабы Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасынан 1957 жылы жарыққа шыққан. Ақын Ғафу Қайырбеков соңғы кезде республикамыздың біраз жерін аралап қайтты. Алтын бесік жинағына сол сапарлардан туған жаңа өлеңдері енді. Кітап 1969 жылы Алматы қаласы жазушы баспасынан жарық көрген. Ақжелкен атты кітабы Жалын баспасынан 1976 жылы жарыққа шыққан. Бұл кітап 2 повестен құралады: Ақжелкен және Елтін жал. Бұл кітабы көркем проза саласындағы тұңғыш күрделі еңбегі болып саналады. Өмір оттары атты шығармасы 1988 жылы Қазақстан баспасынан жарыққа шыққан. Кітап көпшілік оқырмандарға және жас отау иелеріне арналған. Сарыарқа сазы таңдамалы өлеңдер мен поэмалар жинақтары жазушы баспасынан 1972 жылы жарыққа шыққан. Ғафу Қайырбековтың бұл жинағына біраз жылдан бері жазып келе жатқан еңбектері топтастырылған. Торғай толқыны атты поэма, балладалар мен өлеңдер жинағы 1974 жылы жазушы баспасынан жарыққа шыққан. Бұл кітаптағы өзекті тақырыптары да өзгерген. Жаңғырған туған жер бейнесі. Жинақ Қазақстанның бүгінгі алып бейнесін жасауға арналған. Ғафу Қайырбековтың өмірі мен шығармашылығы туралы жазылған әдеби кітаптарды біздің кітапханамыздан оқып біле аласыздар. Назарларыңызға рахмет.